көптен бір ойда жүрген Болатбай Қарамұрзаев ағамызбен бір кездесіп, әрі беріде өткен мұнайдың айналасындағы тарихты, осы өлкедегі алғашқы мұнай газ кен орындарының ашылуын, солардың алғашқы іске қосылуын, бүгінгі күнге дейін жүріп өткен біздің жолдарымызды, тарихты, аға ұрпақтың сіңірген еңбектері жөнінде ақ таңдақтар деп атайды ғой, бір ұмыт қалған тарихтар болуы мүмкін, сол жөнінде бір сөйлескелі жоспарлаған, соң рет келмей жүреді. Соның бүгін бір сәті түсіп кездесіп отырмыз. Рахмет сізге. Бөке деп айта берейін. Енді әңгімені бастарда біз енді, мен сол 59 жылы туған адаммын, 1959 жылы. 1959 жылы Түбжік жерінде, осы порт Шевченко, бұрынғы Маңғыстау ауданы, қазіргі Маңғыстау облысы. Сол жерде алғаш бұрғы салынды дейді, біздің жергілікті өлкенің барлаушы бұрғышыларының алғашқы құрамы қалыптасқан екен. Енді сізді біз басқа мына жергілікті тұрғындар білет, сол алғашқы көштің басында болған жас өспірім жігіт кезіңізден бері қарай жүріп өткен жолыңызды бір қысқалап айтып өтсеңіз бізге. Әуелі әңгімені Түбжіктен арыдан бастайық. Себебі келесі жылы сол Маңғыстауда Жетібай өзен жерінен мұнай газ фонтанының алынғаны 65 жыл болады. Жаңылыспасам, сізде 85 жасқа шығасыз, бұйырса. Сондықтан мынау бір елеулі оқиға. Біз енді ақпарат беттерінен, баспадан шыққан бұған дейінгі кітаптардан оқып жүрміз. Бірақ журналшының жазғанынан көрі өзі қолымен ұстап, көзімен көрген, сол жерде білек сыбана жұмыс жасаған адамның айтқаны меніңше шындыққа жақын болады, әрі дұрыс болады деп есептеймін. Дұрыс емес пе? Өте орынды. Ол енді келі Маңғыстауды зерттеу тона ертеректен басталған. 1951 жылы алғашқы 16 отбасы Түбжікке келіп қоныстанған. Бұл 16 отбасы деп отырған себебім, сол уақытта соны бастап келген басшысы болған Мырзағалиев Қамысбайдың жазған кітабынан алып отырмын. 1951 жылы 16 семья келіп Түбжік басына орналасқан. Ең бірінші Маңғыстауға осы мұнайды іздестіру сол 51 жылдың басталады. Сол 16 отбасы келіп алғашқы бұрғышылары да қоныстанған Түбжік басы. Түбжікті сол уақытта тек қана ештеңе жоқ. Соларға келіп, тона Құлсарыдан, Қаратоннан, Қосшағылдан 16 отбасы келіп орналасып, бастапқы қазғаннан кейін артынан мына маманның жетіспеуіне байланысты тағы да сояқтан адамдар, бұрғышылар келе бастаған. Келе бастағанда сол бұрғышылардың ішіне ең алғаш болып келген жергілікті бұрын Маңғыстауда өмір сүрген, Маңғыстауда туып өскен кісілер баяғы ертеде уақытта аталары жоқшылыққа, жоғалда қысымшылық көрдіп келіп, Құлсарыға да ағысып кетіп, сояқта өмір, сояқта дүниеге келген, бірақ сояқта ержеткеннен кейін сол Боровойдың бұрғынның айналасында жұмысқа орналасып, мына Маңғыстауда жаңа осында бастаған, Маңғыстауға келе бастаған. Соның ішінде алғашқы бұрғышылардың ішіне келген мына Деніп Жұмабай дейтін кісі, сосын Тасболатов Қанатбай, Абдырзақов Ғазиз, Кадиров Төрағали, Қайырлиев Мұрат, тағы басқа бірнеше адамдар, ең бірінші осы Маңғыстауға аяғын салған жігіттер. Мамандар алғашқы. Мамандар, алғашқы мамандар. Ол уақыттағы скважинаны мына бұрғылаудың қазы тереңдігі бар болғаны 300-500 метр, ары кеткенде 800 метрге дейін тереңдікке қазған. Ол уақытта кішкентай сонақ орбатариан дейтін көзімізбен көрдік, кішкентай ғана басы биіктігі көп болғаны 18-20 метр еді.
Ол сонменен осы төбжіктің айналасын қаза бастады. Осы төбжіктің айналасын қанғаны, мынаяғы там неде Қошанай Шымарауы, Тамшалы, Меретсай дейді, соңға дейін жан-жақтан іздестіре бастады. Енді сол бастағаннан кейін, сол осыған кейін бұл енді арғатай тағы да мына біздің солтүстік Бозас жақты да іздестіру қолға алды. Мына Ақшымарау Қазан Қошаққа да бастап, мына келген жаңа 16 семейінің отбасының жапсып Солаққата жіберген. Орталығы Түбжікте болған ба? Бірақ орталығы Түбжік болғаннан кейін Түбжікте болған. Енді бұны бастап келген жаңа Мырзағалиев Қамысбай ол уақытта енді көшпелі жаңадан келіп жатқан отыратын орын ештеңе жоқ болған ғой. Бұл енді Түбжік басынан жертөле қазу керек болған. Үй болған. Келген адамдарға баспана керек қой. Баспана болу үшін енді ол уақытта салатын ештеңе жоқ. Түбжіктің басынан сайдың үшін жертөле қазған барлығы. Жертөле қазып, сол жаңағы итарқада мынаяғым жабайды. Итарқамен сонымен сол қоныстанған. Артынан берігірек келе көбейе бастағаннан кейін соларда жергілікті таудың тасын қабақтан шығарып үй сала бастады. Енді мына Мырзағалиевтің айтуы бойынша отыратын контор керек, енді барлық керек. Бұл порттың басынан үй іздеген. Порттың басынан бір үйді жалдаған, қазір атын ұмытып қалып отырмын, бір үйді жалдап, сол үйді сол контор алып отырған. Түбжіктегі Бұрғылаудың кеңсесі ме сонда? Бұрғылаудың ең бірінші кеңсесі бұрын әркімнің бір үйінде жүрген ғой. Енді отырдың контор болғаннан кейін порттың басынан іздеген. Мұнаның басында тек қана участке отырған ғой Түбжік басынан. Сол ең бірінші үлкен конторы, геология конторы болып, порттың басынан бір үйді жалдаған. 35 километрде жер ғой арасы, солай ма? 35 километрде жер арасы. Сосын артынан келіп жүрген, сосын бұл енді 57 жылы Маңғыстау мұнай-газ барлау тресті дейтін ашылды. 57 жылы, о да осы көктем айында оның ең бірінші бастығы Бердіғожин келді. Орынбай Адайымович Бердіғожин келіп, сол кісі болды. Бұл келгеннен кейін енді бұнау алдындағы Түбжіктің басындағы жаңа азғандай тереңдік болатын болса, енді тереңдік қазу керек болғаннан кейін Түбжік басынан ең бірінші 3D станок, 5D станогын әкелді. Боровой станок 5D дейді, 5D дизельный жаңа барлығы. Бұл Түбжіктің айналасына ең бірінші Түбжіктің айналасы мына ненің Тамшалы жақ, Қанға жақта бастап қазды. Артынан екі оңғына қазу көрді, Қошанай Шымарауынан басталды. Қошанай Шымарауының қасынан Қоянқала дейтін жер бар, қайықтар. Солардан бір скважин, бер жағынан бір скважин, тағы да екі скважин қатты. Үшінші скважинза жаңа станок келді. Бұл 75 дейтін ең алғыш станок келді. Бұл 60 жылдардың аяғы. Бұл 75 новый станок келіп, оны да монтаждады. Енді 60 жылдары 57-тен 59-ға дейін Бердіғожин Тересі Маңғышлақ нефтегаззарбеткінің бастығы болды. Сосын енді Ақшымарау Қазанда жаңағы керексінен бұйыр кетті, КПК-ның бригадасы кетті ғой. Енді бұл жақтан терең қазу керек болғаннан кейін Таушықтан контор бөлімі ашылды. Таушықта контор бөлімі ашылды. Ең бірінші келген адам Таушықта контор бөліміне барып, сояқтан оформить етіп, сосын барып Түбжікке, Қызанға, Ақшымарауға солай жіберіп отыр. Мен 59 жылы Доссордағы нөмір 19 ремесленный училищені бітіріп, қолыма дипломды алтын заразат помощник нефтяно-газовского шестого разряда дейтін мен келдім. 18 жасыңда? 18 жасымда келген бойдан порттағы жаңа Терестіге барым. Терестігі мен ол уақытта Өзбек Қалиев екен.
барғаннан кейін мені Таушыққа жіберді. Халел Өзбекқалиев. Халел Өзбекқалиев Таушыққа жіберді. Кешке осы арадан қазір машина жүреді Таушыққа. Сонда барасың, сол айтады қаяққа жіберетіндер деп. Қасымда Боранбаев Бекқали деген Аташтың жігіті болды, жаңа жігіт. Сол екеуміз келдік, екеуміз де сол Таушыққа бардық. Таушыққа кештен бұрын бардық, жататын жер жоқ. Менімен бірге сол уақытта жаңа машинаның үстінде мына кім Бекбосынов Нұрлыхан үйді. Ол уақытта ол Тереза Маңжықта энергетик болып істейді екен. Елмұхаммед Лазар ТБ-ның бастығы болып істейді екен. Сол екеу сол машинаменен Таушыққа келдік. Таушықтан кешқұрым келгеннен кейін жаңа Нұрлыхан өзінің бір ағайындарын өмірген, сол барып қалып, таңертең контор бөліміне келгеннен кейін мені екеумізді Қазанға жіберетін болды. Сосын мен тұрып айттым, мен Қазанға барғым келіп отқан жоқ. Мүмкіншілік болса, үйім бар Төвшіктің басында, соған жіберіңіз деп. Айтқанда маған соған жібер, сосын Төвшікке келіп, ең бірінші август айының іші Төвшікке келіп, Төвшіктің басында жаңа контора бар екен, кішкентай ғана цех қойылды бұл Төвшік басынан. Соған келген, оны жаңағы Тажип Хасан дейтін бастық бар екен. Тажип Хасан, Қазип Қуан, глав инженері, Дәуітов Жарылғасын, главный геолог, Есенжан Каукен бас бухгалтер, сосын Боракоп, атын ұмытып қалып жатам, ол Боровой мастер екен. Сол маған сол Боракоптың бригадасына помбыр, 6 жарат помбыр қылып жіберді. 59 жыл. 59 жыл август айында. Қанша бригада қатып тұрды сол кездерде? Сол уақытта Төвшіктің өзінде. Төвшіктің өзінде 2 бригада. Біреуі Қанған ойында, біреуі мына жаңа айтқан Тамшалда, содан кейін неге кетті. Біреуі Боракоп, біреуі кім еді? Екеуіне бір мәстер болды. Екеуіне бір мәстер болды. Бұл артынан Қызылтайда болатын Боракоптар ғой, солай ма? Бұры ол артынан Қызылтайға келді де кетіп қалды. Сосын ол Южный мына неге Ералға кетті. Ералдан соң ол артынан негізі Құлсарына жетеді, Құлсарға кетіп қалды емнесі. Айта берсе. Енді келгеннен бір қызық, мына адамның тарихта қалу біздің қазақ жігіттеріне бұйырмады ғой енді. Менімен бірге Грозныйдан Кулебякин Михаил, Александров Александр дейтін екеуі Грозный нефтяной институтын бітіріп келді. Молодой специалист екеуі. Гөріптің политехникасын Балгөтейін Сағит дейтін бітіріп келді. Мен төртеуміз 6 жарат помбыр болып, Алданып Қалидің бақтысына тап болдық. Алданып Қали ол жақта бөрелшік. Ана ненің Тамшал жақта бірінші скважина адам қазылып жатыр екен, соған төртеумізде помбыр болып орналастық. Біздің артымыздан көп ұзамай мына Бакуды нефтяной институт бітіріп келген Көшенов Тұрсынғали келді. Төвшікте Көшенов Тұрсынғали Төвшікте бастап 3-4 ай істеді, сол артынан кетіп қалды, қаяқ кеткен білмейміз бірақ. Артынан білдік, ол мына Ералға кеткен. Сол 59-дан 61-ге дейін Қанғанның айналасы, Төвшіктің айналасы, сосын жаңа Қошанай Шымырауын айналасы, сол арада қаздық. Батсая қалған енді 2 скважинадан көп азлығында 6-7 скважина бар қазылғаны. Сонда ана жерде бұрғышының көмекшісі болдыңыз ба? Сол 2 жыл бойы? Ол 2 жыл бойы бұрғышының көмекшісі болдым. Ана жаңа келген институт бітіріп келген жайда олар да сондай. Олар да бұрғышының көмекшісі болып істеді. Сосын 60 жылдың аяғы болу керек. Или орта жырым Өзбекқали келіп Төвшік басында жиналыс ашты. Жиналыс ашқанда сол үлкен жиналыс болып ашылып, сол мына қазіргі Маңғышлақ нефтегазовскінің болашағы енді қаяқтан қазу керегін сол әңгіме сонда болды. Сондағы менің есімнен айтқандағысы өзеннен газ фонтаны ашылды. Ендігі біздің бұл араны берілген тошқылардың бәрін
қазып болдық. Мына қазіргі қазып тұрғандар соны аяқтаймыз, содан кейін өзен қайта қозғаламыз. Сонда 60 жылдың аяғындағы әңгіме. Бұл 60 жылдың аяғында әңгіме. Газ 61-де. Бұл бірақ қазір жазылып жүр, газ 61-де шықты дейді. Солай деп жазып жүргізеді. 61-дің январының 21-і дейді. Бір жылда бұл шатастырып жүр. Сонда 60 болу керек. Бұл 60 болу керек, 60-тың январы. Себебі ол 61-дің январында болса, біз мартта келдік, ол арасынан ол мүмкін емес oldu. Бұл 60-тың январы. Мүмкін. Ал енді ана қазылып жүрген скважиндар Түпжіктің айналасында, олар поисковый разведчик дейді ғой, іздестіру барлау скважиндары шығар, солай олар? Солай. Бұл ең бірінші жаңа ГПК, геологиялық контора, жаңа кім Қамысбай Мырзаевтар қазады, олар бас аяғы 700-800 метрге дейін. Арғата шыңы жоқ, қазалмайды. Енді арғата тереңді бөлу үшін терең қазатын скважиндар жаңағы цех ашылды ғой, білдіңіз бе? Сондай шешім алған ғой, солай ғой. Сондай шешім алды. Біз енді 1250-1300 мына Қостанайдың басындағы 1700-1800-ге дейін қазылды. Сонда әңгіме мынаның перспективасы жоқ деп, неғай болды ау деп тоған ойысып бастаған болды. Солай ғой, енді мына жақтан шықты ғой. Сосын енді мына геофизиктер мына жерді қазып, аздап қазады, сосын аттырып сейсмикке қарайды ғой. Сол уақытта мына өзенде бар майдың сесі бар екен, газдың сесі сосын Жетібайда бар екенін айтқан ғой. Бірақ фонтан жоқ ол кезде. Ол уақытта фонтан жоқ. Сосын сол жаққа ауысты ғой. Сосын 61-де біздерді конкретно мына екі скважина бітті, көшесіңдер деді. Өзенге көшесіңдер, өзенде общежитие салынып жатыр. Анарда қазір барғанда бір екі жерде бостар, пока сонда отырасыңдар. Артынан сосын барлығы болады деді ғой. Сосын бұл халық енді отырған екі бригада, бұл енді 30 мыңда 60 отбасы ғой енді 60. Сосын біздер сұрақ қойдық. Біз енді барамыз екен. Қазір жертөледі жақсы. Қысқа дейін не бітеді? Общежитие бітеді. Қыстап жатамыз. Ал біз Боровойдан түнде келеміз. Бізге тамақ қайда? Бізге жататын орын, біздер су болып кетті, кептердің не қайда? Ана паровой отоплениеге ол іштеңе балшық су шамалықты келіп болмайды ғой. Соны біздер сояқтан бізге көлік беріңдер, көшеміз, үй салып аламыз дедік қой. Жол олаған Мырзағалиев көмеді, олай болмайды деді. Біз қазіргі мына жан-жақтың зерттеуіне байланысты қазір Ералыға шоғырландырып жатырмыз. Ералының басынан үй салынады. Пока мына семьяларың осында отыра берсін. Сендер былай жасай беріңдер. Ана үй салынғаннан кейін біткен үйді сразу сендерге бір сояққа көшіреміз. Артынан вақтовый метод Ералдан самолетпен тасыйын деді. Өзенмен Жетібайға. Өзенмен Жетібайға. Ан жерден қала, поселок жөнінде әңгіме жоқ қой. Жоқ, әңгіме жоқ. Өзенге сендер бармайсың. Оларға көлік берілмейді деді. Сонымен басымыз қисап, не де болады? Марттың 25 күні екі бригада өзенге келдік қой. 61-дің марттың 25 түнде келдік. Әлі қазылып атқан іштеме жоқ. Жоқ, қазылып атқан іштеме жоқ. Біз келген уақытта мына нөмір 1-ші скважина монтажды болып, барлығын енді приемный амбар, жаңа раствор дайын амбарды бастап қазып жатыр екен. Алдында бір немен бөлдозермен қазыпты. Аздап тас келгеннен кейін бөлдозер алынмайды. Ол уақытта тағы бөлдозердің де шамалы. Соны біз енді мына жаңағы бір адам қолмен қазып шығардық. Амбарды қолмен қаздық. Раствор жинайтын амбар. Раствор, ол жаңағы 5 куб емес, оның қарағын құрғанда 40-50 куб кететін, соның барлығы ұзындығын бірдей жер бар. Соны бір вақты қазама сонда? Бір вақты сол жаңағы 30 адам қаздық. Кәдімгі сүйменмен, олаумен жаңағы қазып бұрын, кетсек кәдімгі тас шығып соны шығарып. Бұны жарпы жерін жаңағы бөлдермен алған бет жағы. Тас келгенде бөлдезер алынмайды. Ал содан кейін ары қарай? Содан қазып шығып, содан кейін уже бастап, ішін болғаннан кейін енді қазуға дайындық басталды.
тағы бір ауыз. Мына бірінші скважина деп отқаныңыз қай скважина? Жаңа газ атқан скважина ба? Жоқ. Мұнай шыққан ба? Мұнай шыққан скважина. Мына бұрылыста қазір ескі өзен менен қаланың арасында. Тұрған ескерткіш тұрған жерде скважина бар ма? Сол бірінші скважина сол. Сол ана ескерткіштің ар жағынан 50 метр жерде бірінші скважина фонтан арматура жан-жағы қосылған әлі тұр. Мұнай шыққан скважина. Мұнай шыққан скважина. Өзеннің мұнайы сол жерден шықты. Сол жерден шықты, дұрыс айтасыз. Ал газ, сен енді білесің, ана бұрын гараж шықтайтын цех болды. Иә. Ана арғада төңірекшің ойына кетіп қалған. 5-ші промтылдың сыртында. Соның сыртың соған қарамағыр сояқта болды. Білдіңіз Бұл бе? жерде шатасып жүрген адам көп. Шатасып жүрген, көп шатасып жүргендер көп. Содан марттан енді жаңағы шаруашылықты бастап кеттіңіз. Сол марттан енді марттың келіп жаңа біздер ең бірінші бұл мартта басталды, апрельде бастап қаздық қой енді. Апрельдің 12-сі күні бастап кондуктор қазып бастап қаздық. Бұл 75 пе? Жоқ, пятый сынок, сон бастапқы мен әлі есімде 12 апрель күні ең бірінші кондуктор бастап қазып құйып атқан уақытта сағат 2-лердің уақытында Қылсайдан Борокоп келді. Борокоп ең бірінші мастер болған. Бірінші скважина ең бірінші әкеліп, әрі мастер, әрі ұйымдастырушының бәрі директор болып келді жаңағы Борокоп мастер. Ол уақытта Борокоптың Елен орны бар. О жөнінде де айтылмайды шын. Борокоптың Елен орны бар. Сол келіп, сол айтқан жігіттер космосқа адам ұшты. Жаңа келіп қонып жатыр, Гагарин дейтін. Бұрын жаңағы лейтенант болып ұшып еді, старший лейтенант. Қазір майор болып қонып жатыр деді. Әлі есімде мен сол. Сол күні бастап, ең бірінші сол дейді. 12 апрель басталған күні. Бұрғының қашауды. Енді алдынан бір күн бұрын қазылған болар. 12-сі күні цемент жаңа тарихи оқиға болды. Ал енді сол қазір ойлап отырмын. Соны мына Боровайдың ар жағында 50 метр жерде жертөлеміз болды. Культбудка деймін толы уақытта. Жаңа бірінші скважина түбінде. Бірінің түбінде 50 метр жерде қашықта. Жерден қазған. Жерден қазғанда кәдімгі бөлдозермен бастап қазған, артынан қолмен еттік. Мұнараға дейін жертөле, үстінен соң итарқа қылып бұлай жабасын. Тереземен мұнаның бер жағында бір есік бар. Ортада бір жаңағы қолдан жасаған бөтелке бар. Бір қара шайнек бар. Сол біздің жаңағы культбудкамыз. Ең бірінші алғашқы. Сен енді шай су ішу керек қой. Жаңа қара шайнекпен шай ішу керек. Қасынан құдық қаздық қолменен. Бір 3 көпте су кететін жер. Басқа енді одан көптеміз 3 көпте кететін. Ол суды да тона борылторымнан әкеледі, тасиды. Водовозбен. Ана Боровайға да сол борылторымнан тасыды ғой. Ертіндіге саз дайындау ғой? Саз дайындау су керек қой енді. Соның бар сол. Ол енді жаңағы судың өсігіне көрсе енді мына қазір санэпидстанция дейді, жаңағы бәрін көрсе адам жеркенді болар. Қоңыз түсет нетеді. Шелекпен шайқап жіберіп, бір шелек суды алып, қарсы қайнатып, сонымен ішесің. Біздің түскі тамағымыз сол болды, үйде алып келген жартабанамен бір шөлмегі айран, бір қара күрішке қара шаймен солай өмір сүрдік. Мінеки өзенің басталу тарихы осы. Бұл келгенде бұнда жаңа айтқан 20 шақты үй ең бірінші сол мына Ақшыбұрау Қызан Қошақта келген. Мына Қайли Мұрат бастық екен бұл арада. ГПК, геолог поисковой конторының бастығы мына өзен бойынша Қайли Мұрат. Әбдірзақов Ғазиз сонда. Сосын Дәуітов Жұмажан дейтін. Осы жергілікті жердің сосын мына кім Жолмағанбет жаңа Таңбай, сосын Ысқақов Зейнолла, сосын Құлбеков Зейнор. Солар бары ең бірінші Ақшымара Қызаннан келген жаңағы. Олар 59-да келген мұнда. Олар енді маман олар бұрғышылар жаңағы 400-500 метр қап жүргендер. Алмағанбет Нәсіпқали бар айтпақшы ішінде.
барлығы осы ең бірінші жертөлеуде осында келді. Алғашқы маман кадрлар. Алғашқы маман сол жаңағы геология поисковый контор, жаңағы тереңдік 500 метр, 400 метр ең қазатындар. Сосын біздер келгеннен кейін олар уже аналар жабылды, бәрі бізге қосылды ғой. Ғазиз де бізге болып, жаңа Ғазизге тона дөңірекшінің құлайтын жерінде нөмір 7-ші қашыға мәсір қылып қойды ең бірінші. Әлі есімі сол. Сосын жайлап енді кадрлер келе бастады. Сол ең бірінші жаңа Түбжіктен келген сол жаңа 60 адам бірінші, екінші қашыны қазған. Сосын артынан уже сол жылы как раз неде июнь айында Жетібайда фонтан ашылды ғой. Алтын скважина атып кетті ол енді. Открыть фонтан. Атып кеткеннен кейін енді о жақта да кадр жоқ. Онда да бұрынғы баяғы олардың да кадр келең неден келген, Атыраудан келген жігіттер еді. Олардың сосын кадр жетпегеннен кейін Түркменстаннан, барлығынан, Грознойдан, Татарстаннан келе бастады ғой енді. Башқұрт, татар. Башқұрт, татар келе бастады. Мына өзенге келгеннен кейін сол жылы 61-де мына шетелдегі нелерді тұрған біздің армияның ішінен үлкен сокращение болды. Содан бір 30 шақты солдат келді. Ең бірінші мына неге өзенге. Помор болып орналасты, моторичті болып орналасты. 30 шақты солдаттар анаяқтан босап, бәрін осына әкеліп тықты. Қазақ ұлтынан ба? Жоқ. Басқа ұлт келген, аралас. Орысы бар, украинысы бар. Қазақ жоқ, кілең танкистер жаңағы, сондан қысқартылып, Хрущевтің уақытында нетілген жыттар ғой енді. Соны қысқарып осына көрді. Олар да көп сығын жоқ, бір жылдан кейін бәрі кетіп қалды. 62-ші жылдар ма? 61-ші жылдың біздерге мынау майлардың үйіндерде келе бастады. Маман жетпей атана механизатор. Механизатор, мотористі керек, алар келең танкистер біледі ғой енді жаңағы. Солардың ішінде енді 2 ғана адам қалды. Үлубіш дейтін біреуі болды. Осы күні бүгінен осы сияқты қайтыс болды. Екіншісі Гуз дейтін бір екеуі әлі есіпті. Гуз арда мына морбаға ауысып кетті. Осы қазірді деп өлтерсін білмеймін, осы кейін еркеден бар еді. Осында қалып сол жаңағы машинисті болды. Начальник ПП болды, морбада жаңағы Гуз дейтін сол. Сосын артынан жан жақтан кадр келе бастады ғой енді. Кадр келе бастады, сосын бәрін Дасторға жіберіп оқытты, Альметьевскийге жіберіп оқытты. Сонда мына қазір кейбіреулер жазады, айтып жүр, нөмір 1-ші скважина фонтан болды дейді, ол өтірік. Сүйдеп айтады, орысша жазады, алу үшін фонтан деп. Жоқ, фонтан емес, ол кәдімгі жоспарменен кәдімгі солай болды. Мен себебі өзім ішінде араласқаннан кейін оны дұрыс айта аламын. Осы енді бұлай айтып көріңізші, мысалы ол кімнің бригадасы, қандай уақыты, кімдер болды? Бұлай енді жаңағы Борокоп деді ғой бастап. Ол артынан Борокопты Ералыға жіберді, орында Шоран дейтін келді. Шоран дейтін бір қаяқтан келген білмеймін, соғыс бастық болды. Шоран дейтін бастық болды. Көлебәкен бізбен бірге келген, ол вақытта ол бөрелшік болып келбеді, соны мастер қылды бірге. Жаңағы бірдің кондуктор қатысып болғаннан кейін арғата енді терең қазуымыз керек, оған уже Көлебәкен бастық мастер болып келді. Сосын бақты бұнда Алданов Қали, Кадиров Төреғали бөрелшік. Макоров Анатолий, Губанов Алексей дейді. Бастақ бұд бірінші скважина не болған? Бұрғышылар ең бірінші. Ең бұрғышылардың көмекшісі. Мен, Қараев Еділбай, Арғынбаев Демесін, Жалғаспаев Қартбай, Денім Сапар, сосын кім? Мотористерден Қыдырбаев Бітім, Көжалов Дөңбай, Ибраев Байтөре, машинистіден Батыршев Арыстан, слесарь жаңа кім? Айматып қалған Машай. Батыршевтің әйелі болды ма?
жаңыл жоқ, ол мында келгеннен кейін олардың төсек басында ГПК-ның баланықта олар істепті енді. Сосын Қадиев Төреғалидың әйелі жаңағы апай, сосын мына Хазиев Қуанның қарындасы Нұрзайла дейтін апай, бәрі помадарисы болды, осына келіп істеді. Дизельмен айналысады. Сосын мына кім, ой, фамилиялар бәрі ұмытып қалған нашай. Мадариса, так. Батыр Шибарсанды айттым ғой, жаңа қожалып сосын. Қашаубаев кім? Меруесия. Бұл енді жаңағы Буровайдың сіресер сол Батыр Шибарстан. Енді бірлай барлығы мұнда қазір есімде жоқ, барлығы. Айта берін жалғастыр бар қарай. Солар ең бірінші бастап бұрсуан. Жаңа айтқан фонданға келетін болатын болсақ, бұл негізгі тереңдігі 1850 метрге белгіленген еді. Проектный жоспары. Проектный жоспары, елгі текшінің бірақ. Ардынан геофизикалар келгеннен кейін жаңағы бұл тереңдікті қалжармат 1350-ден тоқтатты. 1350-ге сол тоқтап сол арқалы оны жіберді енді. Сосын бұл жаңағы геофизика келіп ислем жасағаннан кейін, атқаннан кейін, сосын бұл енді орын сұру керек болды. Орын сұру уақытта мынандай компрессор жоқ. Ең бірінші жолонкіменен жаңағы үштемі әңкіті, соны еткен астында клапан бар, сонымен сосын орын сымайды еттік. Әрбір сымайткеннен кейін сосын жаңағы бұлын жеріне тағы насос жіберді. Сонымен онда жаңағы лебедкімен тартанып шығарасын. Мен сол күні, ол уақытта мен бөрел шықпын, сағат 4-те вақыт алдым, сағат 12-ге дейін өзім барлық орын түсіріп, 12-де вақты келетін, вақты үшінші вақта келген жоқ, себебі қасындағы екінші квартирға кетті. Біздерді сондай күндіз екі вақтын тек қана қалды. Сол превентерді жауып, кетіп қалдым, таңертең ұйықтап контор жаққа барсам, уже жаңа халықта қозғалыс бар, бір түрлі. Асығып сып жүрген адам, біреулер асығып барайық дейді, біреулер. Не бар дейді, көрейік дейді, біреулер. Артынан көреміз бе деп тыңдап қарасам, оказывается, май шыққан екен. Таңертеңгі вақта барған, затор ойын ашқан май уже айдап тұрған. Содан басталды ғой. Уже ертесі күні уже тұна Ақтаудан бері қата шұбырды ғой. Басшылар келді, жан жақтан келді. Қабар сауын түнде уже жеткен, барлығы келді. Ал вақытты неше сағаттан жасайтын еттің бе? Ол вақытта, енді ол вақытта 8 сағаттан жасадық. Таңертең 8-ден 4-ке дейін, 4-тен 12-ке дейін, 12-ден таңертең 8-ге дейін. 4 күн. Жоқ, 6 күн істейсің. 6 күн. 6 күн істейсің, 24, 8-де вақты 24 сағат демаласың, бір күн қойын. 4-тегі вақты да 6 күн істейсің, бір күн демаласың. Ал түнгі 12-де шыққан вақытта бұл 2 күн демаласың. Бұлай басқаша қарайтын болсақ, первооткрыватель деген бар ғой, алғаш ашушы деген. Сонда сіз сол ана бірінші скважинада алғаш ашушысы болып тұрсыз ғой. Сізге сондай құрметті атақ деймін, почетті сондай беріліп тұрсыз ғой. Ондай атақ жоқ, бірақ енді соңғы кезде бірінші скважинада қазған деп бір жаңа нелерге шақырады, сол болмаса. Ол олай болмайды. Мысалы, кен орында ашушы, пәлен кен орнын ашып берген адам ашушы деп жазып жатады ғой. Ал енді бірінші скважинада ашқан сіз болсаңыз, басында болған соның непосредственно. Қазір көзі тірі ақсақал ағаларымыздың сізден басқа ешкім қалған жоқ қазір. Енді бізбен бірге мен жаңа айтқан енді 60-70 адам ішінен тірі қалған мен. Иә. Сосын бір жігіт бар, Жайлағарым Жаңбырбай дейтін. Бар Ақтауда. Ол қазір Ақтауда. Сол екеумізден бар. Ол 67-де деді ме? Қай жылы көшіп кеттім деді? Иә, 67-де көшіп, иә. Ақтауға көшіп кетті. Ақтауға көшіп кетті. Дұрыс. Ол кісіні көрдім мен. Ол кісі көрсең, сол көрші тұрдық. Көрші тұрдық. Дұрыс айтасың, соңымен көрші тұрдық. Енді жаңағы помборлардың ішінде Жылқыбай, Шешпек Жылқыбай, сіздің акаңыз Әбілбай,
көшеріп Ершал Көшкінбаевдар берген. Сонда кісілер болды кәдімгі. Мен бұны былай ежіктеп сұрап отырған, мен сол Төбжікте туғанмын 59 жылы. Ол ел 59 жыл сәңіз, ол Төбжік басында қайта кетейін. Үй жағдай қиын болғаннан кейін басынан ол уақытта бір строительный цех ашты. Ділмақып Құлмақ дейтін кісі болды. Балғабаев. Балғабаев сол. Әкемнің ағасы. Солай ма? Сол кісі үй салды. Ана қабақтың қасындағы тастарынан тас шығартып кәдімгі. Соны әкеліп тасып, ол уақытта енді жаңағы 4 сеңгісін тұрғызып береді, төбесін жауып, есіктерді салып береді, қалған өзің жасайсың. Жартылай жертөле ме сонда? Жартылай жертөлесі бар. Біздерге үстінен тап болды. Полный екен тастанғалы. Жобамен қанша халық тұрды сонда? Ең көп тұрды. Енді ол уақытта бірталай халық тұрды. Енді кедейде 60-70 семья болды деймін. Мектеп болыпты, почта. Ол енді олда 4 жылдық мектеп болды. 4 жылдық мектеп болғанда Серікбай Мария дейтін. Сосын Қожа Ниязова Дәуітов Жарылғасының келіншегі. Жаңа Серікбаева Мария кімнің Эдіріс Шебердің қызы ғой порттағы. Оны білмедім. Қызы, дұрыс айта беріңіз. Оны білмедім. Сосын Бесінбай Беламан болды. Сосын тағы бір онда ат жөні бар. Ол мұны Сенекте олардан қазір қайтыс болды. Бала шағасын үйде тұрды. 4 адам. Сосын почта болды. Почта мұна Қожеріп почта дейтін кісі істеді. Балдар Боровод істеді. Сосын рация болды. Рация ол уақытта портқа сводына рация арқылы беретін болды. Бұл рация осы мұна өзенге келгенде де болды. Ол уақытта енді бір қызық айтайын, кәдімгі осы адамнан байды. Жаңа Төбжік басында бір скважан, екінші скважан енді қалған тұрбаны тасу керек қой. Өзі адам айтса даңғысыз 6 адам болып, неме қайзерін тұрбауызға тұрба тейдік. Қандай тұрба? Бір елі, 120 жыл бір елі тұрба. Құдай сақтасын. 12 метр ұзында ғой енді. Соны таңертеңнен кешкен 8 сағаттың есеміз 8 айында 2 рет жасайсың. Көп болғанда 6-7 артық шығара алмайсың. Себебі бір ана площадьның сиятын сол 6-7 тұрба сиятын. Салмағы жарты тонн неме? Ең жарты тонн бар. Үстінде 2 адам арқамен тұрады, астынан 4 адам қатайлап шығарасың. Жарты тонн, жарты тонн 500 кг, 600 кг болатын шығар. 500 кг да бар енді. 500 кг дұрыс. Талшыста істейді ғой, бір елі тұрба. Сол 27. Ал өсін соны айтсан кейбіреулерінен байды. Қазіргі менде ол уақытта салыстыруға болмайды ғой енді. Сосын ол уақытта енді біздердің барлық шетін тамағымыз үйден алып кеткен жаңағы бір шөлмек айран менен жарты нан. Түстің кезінде сол жаңағы бір ойын атып отырып ішесің, я жертөлеге барып ішесің, жаңағы қара шайнекпен бір шайнек ол уақытта мынандай не жоқ. Бір банкі табылса жоқ, банкімен сосын. Сүт, қант, сыра жоқ. Жоқ, ол сыра жоқ, үйіне алып келмесе оны іштеген жоқ. Сөйтіп бұл өзеннен мен ашқан, қазіргі өзен бұрынғы мен арықтың. Енді өзеннің басына біз келгеннен кейін мынандай бір жағдай бар. Су керек қой енді. Тұрмыс жағдайы керек. Тұрмыс жағдайы, су керек. Жарық сыра жоқ. Біз жаңағы енді мен ұмытып кетпен, сізге айтайын деп отқан жаңағы Өзбек Қалиев көлік бермейді деді ғой. Содан кейін менің шешем бір күн бақыттан келіп отырсам, келіп отыр. Менің ұсқымды көрді, боқ-боқ, шаң-шаң болып келді. Суынатын су жоқ. Жаңа жертөлем. Киім ауыстырмай жасайсыз? Жоқ, емес. Үйден қалай кетеді, сол киіммен жұмыс жасайды. Сол кейін қайтады. Сонымен кейін қайтады. Киім ауыстырмай. Ауыстырмай, ауыстыратын киім жоқ барлығы. Жаңа берген спецовкасы бар ғой, бір қаба енді. Ол етікті 2 жылға береді. Қыбаны 1 жылға береді. Ода жұқа брезентовый жаңағы. Жаңағы қолғапты, бір қолапты 1 айға береді. Ол 3 күнге 5 күннен кейін жыртылып қалады. Жамап соны
сонымен күн көресің. Соны жаңа шешем көріп, ой, балам, сен мынаумен күн ертең қысқаны айтамыз. Қой болмайды, мен мында көшіп келем. Алдында Ералыға барадым келіскен. Соны уақытта сосын паддан шыққаннан кейін, май шыққаннан кейін уже порттан уже... Сөзіңіз бөлейін. Мына өзенге Түбжіктен келдіңіз ғой. Сол уақытта басшылардың тапсырмасы қалай болды? Мына жерден жертөле қазуға рұқсат берді ма сонда? Жоқ. Уақытша бірдеңе деп? Жоқ. Ондай болмау керек. Ол болмау керек. Ол басшылардың да енді мына жаңа алып қойған сорайдың оны тіпті ешкіммен ісі жоқ болды. Сен қалай не деп жатсың оны жоқ. Оған жаңа біреуге барсаң қассаң болды. Барлық костарын жаңа партизаншылық болды. Ол қайда ұйықтап жатыр, қайда тамақ шаруасы жоқ. Жоқ, шаруасы жоқ. Семья жоқ бұл жерде. Жоқ, салт басты. жоқ. Оған жаңағы общежитие бітті, соның ішіне келіп жаңағы... Екі общежитие? Жоқ, бір общежитие жаңағы. Ол күні бүгінге дейін контор тұр, артынан контор болды ғой. Көрдік қой общежитие. Сол общежитие. Кішкентай кезімізде көрдік. Сол артынан контор болды. Орыс орман іші толы болды. Бәрі соның ішінде жаңағы. Айқай төбелес. Бір жағы общежитие, бір жағы жаңағы екі комнатлы конторы жаңағы. Жалақалығаннан көгалі төбелес. Айқай сол сарадан ғой енді. Ал содан кейін соның жаңағы шешеміз қой құрсын, мына болмайды. Бір аңғайлы жер қара, шырағым, жертөле болса да салып алды бастапшы келіп жатыр. Порттан шыққан машинаға бір күні... 61 ма бұл? 61-дің жазғы. Апрель, май айының ішінде. Мұнай шықпаған уақыт? Жоқ, мұнай шықпаған уақыт. Келді, сосын жаңағы, көрді, сосын жаңағы, порттан жаңағы қатынасы болған машина төпшіктің үстімен жүреді ғой. Соны таңертең жаңағы шопырлар үйге соғып кетеді, шай ішіп кетеді, су ішіп кетеді. Соларға бір күн жаңағы ағаш үйдің киізін салып жіберді. Бір күні жаңағы балам апаран түсіріп алды. Бір күні кереген жаңағы оқтарды ағаштарын салып жіберді. Бір күні төс суырын салып жіберді. Бір күні түйемін жаңағы өздері келді. Сосын амал жоқ, жертөле қазып алдық. Ана сіздердің отырғандардың барлығы сол. Келген жаңағы партизаншылдар барлығы. Бізде екі бөлме жертөле тұрдық. Жапонның тұрбасы салбыраған кетілмеген. Дұрыс айтасың. Мал шығып кетеді қыста. Қыста мал шығып кетеді, аяғын тығып алып тұрады. Жерден 1 метрдей көтеріліп тұр, қармен көміп тастайды, үстіне шығып кетеді. Сол. Жердің астында. Сонымен сосын мына енді берға да 66-дан берға дейін кішкентай түзелді ғой енді. Жөнделді ма? 66-дан бастап. Оның ажаны бар сонда болды. Сонда қала салу, ауыл, поселок салу жөнінде әңгіме болмаған. Жоқ, әңгіме жоқ, оны ешқандай. Бер жағында пайда болған нәрсе болды. Ол бер жағынан пайда болды ғой. Мына уже 64-те уже мына өзенді бастады ғой енді салу. 64-те. Жалпы дұрыс емес қой, менің қалай емес. Мына кендірісі бар, құрығы бар. Оның барлығын енді үнемдеу ғой. Экономия алды жағадан басталмақтап сөзін мән бермеді ғой енді. Енді ешқандай условия болмады ғой. Енді жаңа жан жақтан Түркменстаннан әкеліп жатыр кадрды. Адамды лекілег. Легімен келіп жатыр. Енді соларға да жаңағы сосын мына неден Грузин оларға общежитие енді. Жаңағы Татариядан бәріне келгенде. Ал енді мына жергілікті халық Түркменстан барлық қазақтар ғой. Семьялы ғой. Семьялы барлығы. Енді әкелді. Бастапқыда общежитиені соны көрді, оларды да өсірілген сап таудың тасын шығарып, жертөле қазып, солай өмір сүріп кетті. Енді су мәселесі болған. Ал содан? Су мәселесі болғанда енді семья басында, семья неше адамсыз? 2 кішілік. Мысалы бір үйде 4 адам бар, 8 кішілік су алу керек. 80 литр. 8 кішілік су алғанда сен бір үйде 8 шелек болмайды, құрағанда көп болғанда 3 шелек еді 4 шелек. Ыдыс жоқ қой. Ыдыс жоқ басқа. Ал сол алғанда 4 шелек аласың, 4 шелек сол. Соны ішетінің де сол, жуынатының да сол. Кір жуатының да сол бәрі. Мал жоқ. Ол уақытта мал жоқ шығар. Жоқ, малымыз болды. Ана өзен ойында құдық болды ғой. Соған бардық, содан суардық. Біздің үйде жаңағы бір түйе бір сиыр болды. Содан суарып бардық. Енді суды қалай болды? Ана жаңа Ысқақ Зинониннің қасынан бір котлован қазылды. Ішіне бір 4-5 машина кетейін енді. 3 кубтан келе 10 куб, 12 куб, 15 куб келеді.
Борылторымға кетеді таңертең. Борылтордан әкеліп, жаңағы құяды. Сағат кешкі 4-5-тің уақытында апай жаңағы Ысқақ Зейнолланың үйіндегі соның кемпір ашады, со беретін соны. Айтжан ба? Айтжан апай. Жаңағы айтқан, одан бассайын, сол жаңағы екілегін алып, ода қырғымды айқай, кібірді алу керек. Құдай сақтасын. Сол жаңағы төртшілік соңында аласың. Сосын солай болғаннан кейін жабады, бітті. Ертесі күнімізден тағы сол, сондаймен сол. Қайта артынан мына әрім неткеннен кейін, жаңағы үй салғаннан кейін, әркім енді екіншілік сол мүмкін көре алмайды. Әркім үйдің қасынан жаңағы құдық қазып алдық. Соған сосын жаңағы водовоз саны да көбейе бастады, сосын су әкеліп құя бастады. Сөйтіп соң арада өмір сүріп кеттік. Енді бері қарай жақсарды ғой. Бізде 67-68-дерді көрдік. Дизель генератор болды ғой. Түнге қарай Ол енді сөйте ол жаңағы ауылға беретін. ауылға беретінде тек қана кешкі сағат сол қараңғы түсе жібереді, түнгі сағат бірлерін сөндіріп тастайды. Сол бірлерде келіп сол жаңағы шайын ішіп болды деген ақтан кейін соны сөндіреді. Жапар дейтін механик болды. Свет жанса, ой, Жапар көзін ашылсын дейді. Свет жанып қалса көзін жұмсын дейді. Сондай болды. Дұрыс. Мына алғашқы келген жаңағы бұрғылаушы, барлаушылардың бәрінің ұрпақтары бар ғой. Әйтеуір Маңғыстаудың ойында, қырында өмір сүріп жатыр. Енді осы әңгімені ертең тыңдайды олардың бәрі. Менің түсінбейтін бір нәрселерім бар. Мысалы, біз алдан қалемен көрші тұрдық. Қарапайым адам еді ғой. Балдары бар осы күні. Сол кісілердің жаңағыдай болып жұмыс жасағанын біздер білмейміз. Әйтеуір буровой жасайтын білеміз. Басқасын біз білмедік. Шаңғабай дейтін болды бір ағаларымыз. Шаңғабай. Ертерек қайтыс болып кетті. Ертерек. Ол енді мына Шаңғабай бұлардың барлығы неде істетті? ГПК-да істетті. Геолопасков, Милкисков. Сосын мына біздер келгеннен кейін ол мына басқа сұмағатлың сек қауысып кетті Шаңғабайлар, білем. Сосын енді үкіметтің андай уақыты ғой жаңа аяғына тұрып келатқан. Дәуітов жөнінде әңгімені көп адам білмейді. Соны айтып көріңізші, ол қалай болды? Дәуітов Жарылғазы кім бе? Жұмажан ба? Жұмажан бұл биолог па, қарапайым жұмысшы ма, кім болды? Ол алғашқы уақытта болды ма, болмады ма? Жоқ, бұл алғашқы уақытта бұл бірінші скважинада болған жоқ. Мен айтып отырмын, 60-шы жылы келгенде бұнда геолог поисковой контора деп Мұрат Қайлыптың бір Ысқақов Зейнолла, буровой мастер, сосын мына кім Садиқов Құспан, екеуі буровой мастер екен. ГПК жаңа кішкі мелкі скважинада. Абдырзақ Ғазиз үшеуі. Мына Дәуітов Жарылғазы, кім аты кім жаңа? Жұмажан. Сосын мына Байшолақ. Абитов пе? Кім аты? Абитов емес, кім ғой? Дұрыс Байшолақ түсіндім. Байшолақ. Сосын мына Таңбай. Мына Алмағамбет Нәсіпқали барлығы ГПК-да помбыр болып істегендер. Соларды. Білдіңіз бе? Сосын ардынан жаңа глубоко келгеннен кейін бұлар басқа спомағалин цехтарға ауысты. Әйтеуір әр жерден естіледі. Сол жаңа тұтқында. Ал жаңағы кім Дәуітов Жұмажан бізге келген уақытта ол жаңағы бөрілші екен, ұзын бойлы, бұлай қарағанда сары кісі, көкке сары. Сосын артынан естіді ғой, бұл баяғы Түркістанский регионда болған деп естіп. Сосын артынан біреулер айтты, мен өзімнің көзім көрген. Бұл кісінің бәрінен аңдуда болады екен ғой. Бақылауда болады. Бақылауда болған, көнбен адамдар келіп тексеріп кетеді екен. Бұл сонда бөрілік болып істеді. Бұл 61-ден мен 63-те армияға кетіп қалдым. 66-та келгенде ол кісі уже мына совхозға кетіп қалды. Артынан бұл ақталып, бұл партия өтіп, бұл кісі партийный болды. Мына ненің тұшығыдық шебірді совхоздың әділ кадрын істетті. Артынан келіп жүрді, білем, таним. Сол берерде қайтыс болды, оның негізінде білмей, біреулер айтады, унтер офицер болды дейді, арасылығын білмеймін енді. Бірақ немісше сөйлейтінін білетін едік. Немісше сөйлейді, Немісше сөйлейді.
Онда да жаңа біреу сұрағанда айтқан уақытта болмаса бұлар өзін нетпеді енді ғой. сол кездегі адамдардың енді марқұмдардың енді бәрінің де қазір иманды болсын кетті ғой бұл дүниядан. Енді олардың әрқайсысы жайлы бөлек-бөлек айтуға болады ғой. Қартбайы бар, Енді нәсілдер бар, мына жағында отырған. енді мысалға бір эпизод айтайын саған. Мен бөрілшікпін. Как раз осы мына бір скважина жаңа уровень азайтып отқанда Қартбаев Дінәсіл помбор болып кетті. Нәсіл. Дінәсіл, үшінші рет помбор. Бұл совхоздан келді ғой. Иә. Тұщығыдықты қазір. Тұщығыдыққа келгеннен бойын сосын институттар өткіземіз жаңағы бөрелшік қалайда ең бірінші келгеннен кейін ертіп жүріп таныстырады жаңағы. Мынау вспомогательный инструмент сенің осы күрек, ұлым, балта, тағы мына кувалды, сосын эрезбен тазалайтын шөткі, шелек, майымен тұрғаны майлет. Бәрі сол жаңағы үшінші рет помбордың мойнында. Шансовый инструмент. Шансовый инструмент, сен соны танып, мұнан сен санап аласың. Сосын қармақ жаңағы күречек тұрбан тартып кетеді. Сосын жаңағы салатын арқан петле бар. Сол, барлығы сол жаңағы үшінші реттің мойнында. Содан басын ұрып не керек, соны таныстырып болғаннан кейін. Сосын жаңағы қазып атқанда раствор шығады, шлам шығады ғой жаңағы. Соны тазалау жаңағы үшінші реттің мойнында. Соны көрсетесің. Соның бәрін көрсетіп болып, шақырғаннан кейін төрттің вақыт еді как раз. Түнгі 12-де вақыты келді. Вақыты кейін әркім өзін тапсырады да барып отырып алып кеттік. Содан Ғазиздің буровойына кеттік жетіге. Жетіге барып, жеті олардың адамды алып қайтып қатсақ, түннің уақыт свет жарыққа бір қолын бұлып айбап жүгіріп жатыр. Түнгі сағат уже 12 бірдің уақыты енді. Өзің ойлатып, бүгін соның қасыма отырмыз. Тие берсің, кім ол, Діңбай деймін. Ай, анау мұнаға келген новый помбор Дінәсіл ғой деді. Біз ұмытып кетпіз жаңағы кісіні. Ол жаңағы қабылдап алады, тапсырып алады деген жаңағы бәрін жинап қойып, кім келеді деп отырған ғой. Келіп мені қабылдап алады деп. Ол келген адам оны оғымның шаруасы шық. Жүрген соны бұрақтық, сен неғып olsun, бақты кетіп қалды ғой деп. Сонда барып жаңа жүгіріп барып жаңағы алдымыздан шыққан сол Дінәсіл далада қалып қойсаттар. Таза жауапкершілік па, аңғалдық па айтып. Иә, сол жағы ең бірінші жүрген сосын күні кешеге дейін айтатын еді. Сендер мені далаға тастап кетіп жүріп қатарыңдар ғой. Енді ол бір жағынан бұрын ондай буровой жаңағыдай жұмыста болмаған адамдар ғой. Болмаған адам арнайы алғашқы қалыптасып жатқан кезеңдер ғой. Енді кім көрген ондайды? Кім көрген жоқ. Енді сол уақыттағы келген 60-70 адамның барлығы да қазір отынеліп кетті ғой, бірақ қазіргі солардан қалған балдардың бәрі Құдайға шүкір. Оның алды уже пенсияға шықты. Балдардың барлығы оқыды, тоқыды. Аталарының, әкелерінің жолын қуып барлығы да бұрғышы болды, мұнайшы болды, жалғастырып кетті. Олардың балдары, о кісілердің немерелері қазір уже мұнайшылар. Қазіргі мұнайшылардың енді Құдайға шүкір жағдайы жақсы ғой, бұрынға қарағанда қайда әлдесе көп. Жер мен көктей. Жер мен көктей енді, ара жер мен көктей. Біздің есімізде бар, әкелеріміз сол қаудырлақ тонын киіп кетеді. Ол енді сонымен қайтып келеді, балшық-балшық болды. Балшық қойып келді, сол енді жаңағы енді сол уақытта қайдан білейін, киім жетіспеді ме, енді жаңағы етік дейтін екі жылға бір етік бір етік. Ол күндіздің салбарып жаңағы балшық екеннен кейін жыртылады ғой. Ал жаңағы бір қолғап бір айға кенеп қолғап. Ол кешеге дейін беріп берді. 80 жылдардың ортасына дейін жалғыз ақ қолбақ былай екі мына жері жыртылады, сөгіліп қалады. Сөгіліп қалады, соны тігіп отырғаның. Ол енді қайдан білейін. Сосын мына каска дейтінді бері керек те бұрын біздер каска киюді білмейтін едік. Сол уақытта жоқ қой, жоқ әлде. Ол 70-ші жылдардан бері қарай шықты. Бері жылдардан бері шықты. Сондай өмір сүрдік, қазір енді барлығы өтірік сияқты. Дегенмен ол сіз жайлы тұтас бір кино түсіру керек қой. Толық. Ана жұмыс жасаған жерлеріңіздің бәрін аралап. Ол енді журналистер келістіре алмауы мүмкін кейбіреу. Мынандай осы тақырыппен айналысып жүргендер болмаса. Кеше енді мына бұрғылардан апарып көрсеттім, бәрін түсірді ғой енді. Түсірді ме? Түсірді, бәрін көрсеттім.
жаңағы скважинада да көрсеттім, поселкенде көрсеттім, конторда да, ненің мектепте де көрсеттім. Яғни құдықтарды, шымырау бәрін қамтып, ауылдардың отырған жерлерін. Бәрін көрсеттім енді. Дорамен түсіріп алды ғой енді. Конторында көрсеттім. Ең бірінші жаңағы вақтың адам түнге жаңағы вақтың жиналатын жеріне көрді. Ол ондан бір төбенің басы, солар жиналады, соларды мініп кетеді. Солар әкеліп түсіреді. Дегенмен сол кездегі мамандардың, жаңағы біздің ағаларымыздың, әкелеріміздің арқасы ғой бәрі де қазір. Осындай болып отқан. Олар келісті қалмаған жағдайда, қорғай алмаған жағдайда не болар еді ол? Біздің Маңғыстаудың жергілікті халық енді артынан жаңағы анаяқтан жаңа мамандар келгенмен артынан олардың ауыратын, сырқатын, өлетіні бар. Содан кейін жергілікті бастап халқы алды. Мысалы сіздің әкеңіз, әбекеңдер, жаңағы жылқыбайлар, жаңағы кімдер, нәсілдердің барлығы сол жергілікті сол үйреніп кетті ғой. Адамда ынта болса бәрі үйренеді ғой енді. Оқыта, үйретті, кетті барлығы. Тарихта қалу керек. Тарихта қалды. Бағалану керек, қалу керек. Енді білмеймін, енді қазір боровиктерді почти тек мұнайшы деп барлығын солар атап кетті ғой. Негізгі еңбек бұрғышыларды ғой ең бірінші. Ас жоқ, су жоқ, ең бірінші далаға келіп, жаңа айтқан жертөлемен күн көріп, қоңыз бақа түсіп кеткен су түсіп, сонымен осы май шығарып берді ғой. Ол енді неден секілді ғой. Мына әлі мұнай шықпаған жерге келіп, қазып, арпалысып соны шығарады ғой. Соған дейін бұрғышы, барлаушы неде болады, атақта болады. Әбден бәрі шығып болғаннан кейін, жайлатқаннан кейін, енді ана өнімін алмай ма? Өнімін алып сатады, одан кейін ол бұрғышылар екінші планға итеріліп тұр ғой. Сол итеріліп қалды ғой, енді былтырдан бастап жаңа бұрғышылар үлкен белгіледі ғой енді. Былтырдан белгіледі. Болған жоқ. Соны 51-ден кешеге енді 2024-ке дейін солай болып келді ғой. Барлаушылар жүр, біз геолог барлаушыларымыз дейді. Мен айтам, сендер геолог емессіңдер, сендер барлаушы тере бұрғышсыңдар деймін. Оны мойындағысы келмейді. Жоқ, ол мойындау керек. Біз керін аламыз, қараймыз, біз анықтаймыз дейді. Мен айтам, олай емес. Геологтар ол бөлек ғылым, геология дейді. Ол мына өткенде жаңағы Тұрсынғалидың несін тыңда жаңағы бесед әңгімесін тыңдадым. Сонда мен геологпын деді. Сосын ол кісінің қасында болған жоқ. Ойланып, япырмадағы кісі үлкейді ме демейді. Қап қасында болмаған екен, баяғы ең бірінші тубжыққа келіп орналасқанын бетін айтатын деп өзім солай ішмен ойладым. Негізінде ол боровик қой мамандығы, бұрғышы ғой. Притом ол тұна Бакудан ең бірінші Маңғыстауды бітіріп келген бұрғышы сол. Соны наоборот ол сонымен бұрғышымен гордиться ету керек қой өзіммен. Ол геологпын деп сол. Геолог басқа бұрғышылар бұрғысын шығарып береді, керін алып береді. Арғаты керіндер зерттейтін жоқтыр ғой. Ол керін зерттемейді бөні бұрғышылар. Оның енді көп мәселелері бар. Олай деп айтсаң, геофизиктер қайда қалады деп шығады. Геофизиктер бір жаққа қосу керек қой деп. Оларда жаңағы қатысы бар. Қай-қайсысына қатысы бар ғой енді? Жоқ, қай-қайсысына қатысы бар, бірақ енді жаңағы айтқан әр заты орнымен айтылу керек қой. Ал жақсы, енді бұл тақырыпты ойладық қой. Сіздің өзіңіз қалайсыңыз? Бұлай армандарыңыз әйтеуір бәрі іске асып жатыр ма? Бала шаға аман. Енді ойларыңыз қандай? Алда қандай нелеріңіз бар? Менің енді Құдайға шүкір 5 бала, 2 қызым бар. Бәрі де оқыды, тоқыды, барлығы да Құдайға шүкір. Ең бірінші балам, үлкен балам Аманқос, қазіргі мына Бұрғылауда. Орынбасардың көмекшісі, екінші орынбасар болып. Сіздің жолыңызбен кеткен ғой. Ол менің жолмен оқып бітіргеннен кейін недегі Мәскеуден бітірді ғой. Мәскеуден ең бірінші Оренбургтан подготовительный курс бітірді. Сосын Мәскеуге барды. Мәскеуден бітірді. Құдайға шүкір бұрғышы. Оның үйленді, балалы шағалы болды. 2 ұл, 2 қыз, 1 баласы бар. 2 қыздың екеуі де Канададан бітіріп келді. Екеуі де ағылшынша тасыр, бірақ екеуі де қазір тұрмыста. Келген бойынан әрі-бері балам кішкентай тайын жігіттер айтып орналастырғысы келіп еді. Облысқа, елмасамда
ешкім ештеңе көмектеспеді. Осын қызды немере алмайды. Ата, папа, біз үшін сендер ешкімге биден сатпаңдар. Біздер оқып келдік, өзіміздің мамандығымызды өзіміз таба аламыз деді. Біледі ғой себебі. Сол екеуі де өздері жұмыс тауып алды. Екеуі де қазір шетелдік компанияда. Жақсы болады. Енді қолдағы ұлы қазір Австрияда оқып жатыр. Магистратурада осы январьда бітіреді. Менің айтатыным тек балдарға енді оқып жатсыңдар, шетелде қалмаңдар, ауылға келіңдер, ауылға келіңдер. Әңгіме сол болып тұр тек. Ал Ермектің де екі қызы қазір біреуі Венгрияда, біреуі Бельгияда. Оған да күндіз айтатым. Қалай да ауылға келесіңдер, бітті. Ол қазір жастар жетіп қалып қою мүмкін ғой. Жаңа Ермектің үлкен қызына айтқан, жұмыс бар міне бітір. Бітір, мына жұмыс істейсің, пожалуйста. Бәрі де болады. Үйіне звонить етіп, сосын баламайды. Әңгіме жоқ, атаң ұрса ауылға кел. Ауылға кел, сау болсын. Мен Қазақстанды солар бөліп па солар. Егер көріп қой енді. Балдар неге шетелге кеткісі келеді мысалы? Ол сонда мен ойлаймын шетелге адам жақсы жерде, балық терең жерде дейді, соған қарағанда бір жағдай жасай алмай тұрмыз да. Біз жағдай жасай алмаймыз. Келген бойынан жаңағы баламның екі қызы келген бойынан Астанада барған. Стажым жоқ қойды айтады дейді. Ой, бітіріп келген адам қайдан болады? Ол қайдан болады стаж? Оны алып тәрбиелеу керек қой. Ол оқыған бала ар жағын білмей, диплом алып келгеннен кейін басына бірден болса көрсете біледі ғой. Ал ондай жоқ, сосын. О бала қазір анаяқтан сосын, мына келгеннен кейін көріп жүрген қадар басқа өзімен бірге бітірген, басқа жолдастар осында Қазақстан бітірген. Барлық жұмыссыз дипломмен жүр ғой келеді. Барса, орын жұмыс бар мамандық, бірақ диплом, сен бар келіп тұр, бірақ стажың жоқ дейді. О бала қайдан стаж жүр? Туған бойынан ол жұмысқа жүрмеді ғой, енесі бітірген. Жұмысқа қабылдамаса, нетпесе. Әңгіме қайда жатыр? Бұл енді біздің мына үкіметтің биліктің келістіре алмай жатқан жерлері ғой. Себебі министрлер көп ауысады, байқап отырсыз ғой. Бірінен соң бір ауысады. Себебі ар жағында бұларда тәжірибе жоқ. Шетелден бір жақтан оқып келеді, енді ары қарай жалғастырып төменнен бастамайды. Жаңағы бәке-сәкесі бар, отырғызып қояды. Сосын енді ол талантты, білімді балалар шетелге кетеміз демей не істейді? Көбі кетіп жатыр қазір. Кетіп жатыр, дұрыс еді. Енді қалай дамимыз сонда? Біздің енді мына біздің болашақ программасы болды, болашақ дейді. Сонда оқыған қарапайым халықтық емес, кілең ағай мен сағайдың балдар бар оқыды ғой. Солай болды. Ал солардың қазір білмеймін, осы болашақтың мынау кадр деп мүмкін бар болар бірінші сара. Шамалы. Алда оқып алды да сояқта қалып. Соңғы жылдары кішкене бұрыс бар сияқты, бірақ алдыңғы 25-30 жылда кетіп қалды. Оның бәрі сояқта қалды. Мысалы ең қарапайым мына футболдан жетеміз деп балдарды Бразилияға жіберді жаңағы. Оқыты қараған 15-16 балы. Ал бақ қаяқта ол балдар? Жоқ. Оқымын бұлар. Ол футболдан хабар жоқ. Ағай мен сағайдың балдары. Бұны айта берсек, саясатқа кіріп кетеміз. Бұрқылаудан шығып. Дегенмен ата-ана ретінде, ата ретінде сізді қолданыстады ғой енді. Жаңа айтып отқан, менің мына жаңа бір үшінші баламның баласы мына ненің газын тұтып бітірді. Биолог мамандығы. Келгеннен кейін жұмыссыз деді. Бітіріп келгеннен кейін. Жұмыс жоқ. Анда бар, өземіне қаз жұмыс жоқ, бұрғылау жұмыс жоқ, ала алмайды. Бәрі моратория. Моратория, сосын жаңағы тіркелу керек, содан кейін бар. Сосын бала алды да бұл магистратураға түсті. Магистратураға түсіп жүріп, сосын мына оқып жүріп, Ақтаудағы Казимпи бар ғой. Иә. Соған барып еді, оған да жаңағы стажым жоқ. Қайдан болады ол стаж? Осы қайдан болады? Сосын ана Гершанскийдің несі бар? Институт қазір. Соған барып еді, қабылдады. Испытательный сұрағым қабылдады. Қабылдағаннан кейін, испытательный сұрақ болған, оған базы бар екен, сосын Алматыдағы жаңағы несі бар екен. Филиал бар екен ғой. Бар. Соған жіберді, сен магистратура оқып жатсаң, соған да барып жұмыста, сонда барып жұмыс істеді, оқыды.
енді бітіруге жақындап өткенде мына қазмұнайгазға тиісті газ не бар ғой недегі қазмұнайгаз институт бар еді. институт бар, солар конкурс жариялапты. Бір орынға жариялаған, сосын бір бала оқып отырып тапсырады, жаңағы документін барып нетеді. Сосын собеседованиеге 201 бала барады екен. Содан 18-ін алып қалады. Соның ішінде 18-іне менің немерем бар. Енді 18 немеренің ішінде бұны тағырық дейді ғой. Соны бір бала жаңағы менің балам алып шықты. Қазір Асада жұмыс істеп жатыр. Жақсы болған екен. Міне кішкентай емлен. Жаңа бір есептен баланың өзінің ынтасы да бар. Екінші жаңа бір бұйырмысы болды. Ең бірінші жаңа жұмыс жоқ деді, бірақ артынан өзінің жұмыста болып кетті. Енді бұрын мына сіздер 61-де сол мұнай ашылған уақыттарда қарапайым жұмысшы маман да болмады. Инженер жөнінде әңгіме болған жоқ қой. Жоқ болды. Қазір сол басын басқаратын адамдардың өзін талантты адамдар таңдап алу дұрыс болмай тұр ғой сонда. Солай болып тұр ғой. Солай болып тұр ғой. Алдыңызда диплом көп. Іліп алатыны бар ма жоқ па білмеймін. Бірақ енді жаңағыдай болды. Менің ойым. Жаңағыдай келеді ғой. Мысалға енді қазір штат едінен бірақ жергілікті осының мұнайшының баласы, жергілікті мұнайшының баласы, оқытушы болсын, негер болса өзенің баласы. Ең болмаса соны алып исправдан қарау керек қой. Қандай оқып шықты? Сол ертең болашақ кадр ғой енді. О бала қазір екінші бөлім, тоғыз бөлім жатырған балдар көп. Соны бір ыңғайын тауып қарастырып керек қой біздің. Ал қараған қазір өткенде бір мына құқық қорғау органдарында бір телевизор тыңдап қалдым. Жаңа сұрақ қойып отыр. Депутаттар сұрақ қойып отыр. Кадр жетіспейді деп. Неге кадр жетіспейді десе, стаждар жоқ дейді. Қарайған мына заң орын бітірген 50 шақты бала бар екен. Барлығы келеді, бәрі жұмысқа қабылдамайды, стажын жоқты. Сол балдар неге тартып үйретпейтін десе, жаңағы маңғалда, жауап бере алмайды. Енді сол балдар анау бос орын бар. Енді испытательный срокпен қарап алу керек қойды. Мысалы, бөрененің мұнайның айналасы болсын, құрылыс болсын. Солан жоқ қой енді. Құдайға шүкір, балдарын барлығы нормально. Енді кіші қызым, ода мына недің есемді бітірді. Қазір недің докторлық қорғады Бакуден. Қазір доктор, минералик, геоминералик наук. Қазір бізде жұмыс жасап жатыр. Жақсы, Құдайға шүкір. Балдардың бәрі жақсы оқыды, бәрі өздері оқыды, өздері түсті, өздері. Мен ешқандай бармай, ақша бар, мынандай шегім жоқ, өз еңбектерім өздері түсті. Иә, ол тәрбиеден ғой бәрінен. Сіздің қолыңыз жетпеген нәрселерге олардың қолы. Енді барлығы не болды? Бұл мұнайдың айласынан қолымда кіші бала транспортник енді. Енді бір арманым жаңағы бір қолымдағы балам, немерем, қолымдағы балам, кіші балам, үлкен баласы былтыр мына Қазақстан британский ГБТУ-ға түсті. Технический университетке, грантқа түсті. О балаға түскеннен кейін таңдады. Нефтяник боласын дедім, аразар болды келген солда оқып жатыр. Менің немді жастыру керек қой арғата енді. Сол екі бала енді қалғанды мен алғата жалғастырса. Жақсы оқу орны ғой, дұрыс қой. ГБТУ-ға ағылшын тілінде жүрді дейді сабақ енді. Бірінші курсын бітіріп келді. Оңбыз. Алғашқы бірінші скважинада ашқан адам ретінде өзгеше, ерекше, басқаша бір нәрсе болу керек секілді. Себебі пәленген орнын ашты, түгенген орнын ашты деп айтылып жатады ғой. Ол қолымен барып ашқан ештемесі жоқ қой. Ал сол кезде тормозда тұрған, ананың жаңағы раствордың басында белшікті иығына салып жүрген адамдардың көбі осылай бағаланбай қалады. Қаншама адам солай кетіп жатыр өмірден. Ал енді қарайтын шығар енді. Қарайтын болар, енді қарағанда да бұны қазір мен 80-ге маған наградный ешқандай қажеті жоқ. Ең бірінші маған өрген, ең бірінші Әбекең сіздің әкеңіз Әбілбай ағамыз алды. Мына бұрышылардан Кадиров Төреғали алды.
ғазиз алды. Ал еңбектері алды. Так қартпай алды. Иә. Ал мына баяғы мекеме артқылалар дейсің мен, баяғы 70 адамның ішіндегісін айтып отыр. Міне 4 адам басқа. Қыдырбаев бітім алды. Бітім алды. 4-5 адам басқа. Алданыптарды білмеймін, мен Қанатбайды Жоқ. білмеймін. Тасболатта бірдеңе бар. Тасболатта бар. Басқалардың бар. Енді 70 адамның ішінен бір 10 адам. Біздер далада қалдық. Ал сол. Бірақ бер жағындағы юбилейлер толып жатыр ғой. Соңғы кезде құнында түсіріп жіберді ғой. Құрмет ордендерін кім көрінген бала шағаға беріп. Енді меніған енді сау болсын, рахмет. Енді Маңғыстау облысы менен Жаңаөзен қаласы құрметті азаматы бар. Ол үкімет бар ғой, мұнайшылар бар, кешегі адамдар бар. Сосын менің енді баяғы СССР-дың уақытында отличник нефтяной промышленности СССР дейтін. Мынандай дөңгелек не болды. Иә, сол бар. Сосын кеше мына Министерство энергетиканың несі бар? Ардагер дейді. Ерен еңбек үшін бар баяғы неткел. Медаль. Медаль. Бұл. Ветеран труданы берді ме? Ол ветеран тұра бар. Ол орысша береді ол. Ветеран тұруда бар енді. Дегенмен дұрыс қомақты орденге неге атаққа енді жаңа қомақтылар. Соңғы кезде қайдан білейін. Жаңа айтқан бұрыншылар екінші орында болып кетті ғой. Баяғыда сізді қайта андамда шақырады. Менің судың ашы. Айтыңыз, мен бармаймын дегіз. Менің атағым жоқ. Мен жатқан адаммын қарапайым. Мен неге барамын деп. Айтайын деп отыр едім. Ұмытып қалдым. Бір зат айтайын деп отыр едім, ұмытып қалдым. Осы мына түсірілімдердің бәрін көреді ғой ертең бұйырса. Жоқ, барын көреді ғой. Көреді, айтатын айтар. Мына Қасенов дейтін азамат жаман жігіт емес сияқты. Жоқ, бұл жүріс тұрысы. мен ол жігітпен 2 рет кездестім. Сонда аманасып, кәдімгі дұрыс адаммен сөйлесетін жігіт. Дұрыс адаммен сөйлесетін жігіт. Сосын бір маған ұнағаны ол жігіттің бұл келген сайын қалайда өзенге соғып кетеді. Солай екен. Ал бұрынғылары мына Қазмұнайдың бастарын бәрін көрдік қой. Ол бір өзен емес, мына Ембі, Қызылорда бәріне де барады екен. Мекемелердің басшыларымен жеке-жеке сөйлеседі екен. Иә, ол енді бұрынғы жаңағы Қазмұнайдың бастары Ақтаудан кейін қайтатын еді барлығы. Бармайды. Мына жігіт кәдімгі былтыр алдыңғы жылы көрдім осы мына 4-ші баяғы сіз істеп кеткен сонда жүргенмін сонда. Шарамын бардым, сұрақ іздеп бардым. Келіңіз деп қарсы алды. Министрдің орынбасары болған жігіт. Мен сол кезде көрдім. Мәдениетті, сауатты жігіт екен көрдім. Сол ұзағынан болсын қызмет.